Мен Орпай Мавритжан экологиялық жобалар конкурсының «Мені қоршаған әлем ғажайып әлем» бағыты бойынша қатысушысымын. Жазғы демалыста отбасыммен Алматы қаласына қыдырып барған кезінде ботаникалық баққа келіп, мен бірінші кезекте ауадағы тазалықты сезіндім. Жасыл желектердің, ағаштардың иісі, көлдегі жүзіп жүрген аққудың сұлулығы, судағы гүлдеп тұрған шам гүлінің әдемілігі, түрлі балықтар адамдардың денсаулығы мен рухани әл-ауқатына жағымды әсер етеді екен. Ботаникалық бақ қала тұрғындары үшін демалыс орны ғана емес, сонымен қатар биологиялық әртүрлілікті сақтауға, қоршаған ортаны қорғауға арналған маңызды бақ. Ботаникалық бақта жүрген кезде мен жер бетіндегі өмірдің ғажайып сезімін тереңірек түсіндім. Өсімдіктердің алуан түрлігі, олардың түрлі климаттық жағдайларға бейімделуі, әрбір түрдің өз ерекшелігі мен өмір сүру стратегиялары адамға табиғаттың құпияларын ашуға мүмкіндік береді. Бақтың ішінде жүргенде тек көзің ғана емес, жүрегің де тынышталады. Табиғаттың ғажайып бейнесі, оның тыныштық пен үйлесімділігі жан дүниенің терең ойларға жетелейді. Бұл жерде уақыттың қалай өтіп жатқанын байқамай да қаласың. Тек табиғаттың сұлулығына қарап тұрып рахат аласың. Ботаникалық бақ бұл экологиялық ойлар мен жер бетіндегі өмірдің ғажайып сезімін, адам мен табиғаттың өзара үйлесімділігіне деген құрметті қалыптастыратын орын.